Сәлем, тек футбол арнасының көрермендері. Ұлы футболшылар жайында сөз қозғайтын айдардың кезекті жалғасы назарларыңызда. Өткен санымызда жанкүйерлердің көбісі пікірге Неймар жайында шығарылым жасауды өтінген болатын. Ендеше пысылжылық шабуылшыны тілге тиек етейік. Біз бастаймыз. Видео басталмастан бұрын достар, сіздерге YouTube желісінде пайда болған футбол жайлы ақпарат тарататын жаңа арнаға жазылуды ұсынамын. Алтын доп каналы. Бұл жақтан әлем футболындағы су жаңа ақпараттардан қанық боласыздар. Күн сайын немесе араға күн салып сіздерге тұшымды информациялар беріледі. Кеше біршама қызық матчтар өтті. Оның бірі Марсель ПСЖ арасындағы ойын. Трансферлік сыбыстар, матчтарға шолу, танымдық және ақпараттық бейнероликтер сіздерді күтіп тұр. Ол үшін каналға жазылып қойсаңыздар жеткілікті. Сілтеме төменде. Неймар да Силва Жуниор, немесе жай ғана Неймар, бразилиялық талантты ойыншы. 2009-2013 жыл аралығында өз отанындағы Сантос клубының намысын қорғап, 2013-тен 2017 жылға дейін каталондық Барселонаға ауысқан шабуылшы. Дәл қазіргі уақытта франциялық ПСЖ-ның жейдесімен алаңға шығуда. 2017 жылдың тамыз айындағы оның Париждік клуб сапын толықтыруы Неймардың футбол тарихындағы ең қымбат ойыншы атануға себеп болды. Неймардың керемет дриблингі, күтпеген жерде жылдамдығын арттыруы көпшілікті мойындатып, қаншама жылдар бұл артықшылығы даму үстінде екендігін дәлелдеуде. Бізді таңғалдырудан жалықпайтын Бразилия елі өзінің футбол тарихындағы тізіміне кезекті жарқын есімді жазып та қойды. Неймар. Неймар 1992 жылдың 5 ақпаны күні Mogi das Cruzes есімді Бразилия қаласында туылды. Бұл әйгілі Сан-Паулу штатына тиесілі қала. Үлкен Неймар мен Надин Сантос атты қос бразилиялық отбасының шаңырағында дүние есігін ашқан екен. Футбол деген сиқырлы ойынға Неймар балақай кезінен құмарта бастайды. Небәрі 7 жасында жергілікті Сантос ұжымының тәрбиеленушісі атанады. Сол сәттерде жас вундеркиндтің тамаша ойын үлгісі көптеген еуропалық клуб агенттерінің назарын еріксіз өзіне аудартты. Осылайша 12 жасқа толған Неймар Пиреней түбегіне қарай ат басын бұрады. Мұнда ол 3 жылдай уақыт Мадридтік Реалдың академиясына тәлім алды. Сан-Паулудағы жастар біріншілігінде бақ сынайтын Капиньо командасын сапында жүргенде оны көпшілік жаңа Робиньо деп атайтын. Оның ең алғашқы кәсіби келісім шарты 2008 жылы бразилиялық Сантоспен арада өтті. Шартнама 2014 жылға дейін жоспарланған болатын. Дегенмен алда айтылатын себептер оның өзге ұжымдарға уақытынан ерте кетуге себепкер болды. Ал Сантостың негізгі құрамындағы дебюттік матчы 2009 жылы орын алды. Келесі маусымда оның командасы Сан-Паулу штатында чемпион атанып, ел кубогын, сондай-ақ Либертадорес кубогында өз еншілеріне жазады. Бұған әрине Неймардың қосқан үлесі өте зор болды. Бразилия кубогы сындарында 11 гол соққан кейіпкеріміз турнирдің ең үздік стурмергені атанады. Осылайша мәнсабындағы ең алғашқы айтарлықтай үлкен жетістіктерге қол жеткізген екен. Бұл тек бастамасы еді. Сантос сапында оған дейін қалай жұлдыздар доп тепкен? Мәселен, Пеле. Осындай жұлдызды команда сапында Неймар 4 маусым өткізіп, 228 матчта барлығы 137 гол соққан. Осы уақыт аралығында ол командасымен бірге Сан-Паулудың 3 дүркін чемпионы атанады. 2010 жылдың жазында Сантос басшылығына бұл ойыншыны сатып алу жөнінде ағылшындық алпауыттар West Ham United және Челсиден ұсыныстар келіп түседі. Бірақ қос тарапқа да бразилиялықтар келісімін бермеді. 19 жасындағы Неймар оңтүстік Американың жыл футболшысы атанады. Тіпті 2011 жылы оның футбол әлеміндегі ең беделді индивидуалдық жетістік саналатын алтын доп бәсекесінде үміткерлер тізіміне енгендігін білесіз бе? Алайда дауыс беру нәтижесі бойынша тек 10-шы орынға тұрақтады. Бірақ FIFA-ның кезекті Ференс Пушкаш атындағы ең үздік қолға берілетін сыйлығы Неймарға талассыз бұйырды. Неймарға Реалдан Челсиге дейін бүкіл еуропалық гранттар қызыққан болатын. Дегенмен оның жүрегі каталондық Барселонаны таңдады. Корольдік клубтың сол уақыттарда ең жоғарғы төлемақы саналатын 58 миллион доллар қаражатынан бас тартып, Барсаға ауысуды жөн санайды. Сантоспен арадағы келісімшартты уақытынан бұрын бұзуы бүкіл топ клубтардың назар аударуына басы себеп болса керек. 2013 жылдың 27 мамыр күні Барселона Неймарды өз қатарларына қосқандығын ресми түрде жариялады. Саудаға кеткен қаржының көлемі 50 миллион евроны құраған. Ал ойыншыға уәде етілген жалақы 7 миллион евро. Келісімге қол қойылып, барлық сұрақтардың шешімі табылды.
Арада бірнеше айлар өткен соң каталондық клуб жанкүйерлерінің бірі өзінің сүйікті командасының басшылығы, нақтырақ айтсақ президенті Сандро Розельдің ойыншыны сатып алуға жұмсаған қаражаттың біразын төлемегендігін дәлелдеп берді. Артынша футболшы мен клубтың ресми өкілдері қаражаттың 50% жөнінде айтуды қаламаған. Осылайша талдау жүргізіліп, нәтижесінде Барсаның президенті болып Хосе Бартомеу сайланды. Қазіргі таңда Неймар соңғы буындар арасындағы ең жалақысы жоғары табысты ойыншы. Оның сұлбасын сан түрлі сән журналдары мен телевизиялық жарнамаларда жиі кездестіруге болады. Ал оның күнделікті тұрмыстағы, сондай-ақ жеке өмірінен футболшының фанаттары әлеуметтік желі арқылы қадағалай алады. Яғни Неймар жанкүйерлерімен тығыз байланыста. Неймардың Барса сапындағы дебюттік матчы 2013 жылдың 30 шілдесі күні польшалық Лехеға қарсы жолдастық кездесуде орын алды. Өзінің жаңа клубы сапындағы ең алғашқы голын жас талант Испания суперкубогы аясындағы Атлетикоға қарсы кездесуде соқты. Қорытындысында қиынға соққан матч каталондықтардың пайдасына аяқталған болатын. Барселонадағы алғашқы маусымда Неймар барлық турнирлерді қоса есептегенде 43 ойын 16 голмен аяқтады. Неймардың 2010 жылы Оңтүстік Африка Республикасында өткен әлем чемпионатына қатысуға мүмкіндігі болды. Сол уақытта әйгілі Пеленің өзі Бразилия ұлттық құрамасының жаттықтырушысы Дунгаға осы бір шебер, жылдам футболшыны қатарға қосуға кеңес берген. Бірақ Дунга Неймардың 30 жас мөлшеріне қарап, оны тіпті қосалқы ойыншылар тізіміне де енгізбеген екен. Дегенмен сол жылдың тамыз айында ол ұлттық құрамасы үшін дебюттік кездесуін өткізе алды. Америка құрама штаттарына қарсы матчта шешуші голды соққан болатын. Осыдан соң оның ойыны бұл командаға еш артық болмайтындығы белгілі болды. Өмірде көп қаржы жинап, табысты атанған жас футболшының жеке өмірі әлемдегі миллиондаған адамды қызықтыратыны анық. Неймардың ақшаны еш ойланбай жұмсауды ұнататындығы белгілі. Дәл осы себептен ол бірнеше келеңсіз жайттарға душар болды. 19 жасында Неймар оңтүстік Американың ең үздік ойыншысы ғана емес, әке атанып та үлгерді. 17 жасар құрбысы Каролина оған Дави Лукка есімді ұл сыйлаған еді. Бірақ баланың анасымен футболшымыз ешқандай арақатынас орната алмады. Ал Испанияға қоныс аудармастан 2 жыл бұрын ол өзінің отандасы Бруно Маркезини атты актрисамен көңіл қосқан. Алайда оның өзге елге кетуі бұл махаббатқа нүкте қойған екен. Сондай-ақ 2014 жылдың ақпан айында Неймардың бразилиялық сәнгер Габриэлла Лензимен кездесіп жүргендігі туралы ақпарат ғаламтор беттерінде пайда болған еді. Дәл қазір Неймар PSG ойыншысы. Париждік клуб оны Барселонадан 2017 жылдың жазында 222 миллион еуроға сатып алған болатын. Бұл көрсеткіш әзірше әлемдегі ең қымбат трансферлік ауысым ретінде тіркелді. 2018 жылдың ақпанына дейінгі көрсеткішке тоқталсақ, PSG сапында 16 рет алаңға шығып, 17 гол және 13 нәтижелі пастың авторы атанған. 25 жастағы ойыншының мәнсабындағы жарқын сәттер Барселонамен өткендігіне еш күмән жоқ. Каталондық ұжым сапында Неймар мынадай жетістіктерге жетті. 2 дүркін Испания чемпионы, Испан кубогын 3 мәрте иеленген. Сондай-ақ Испания суперкубогында 1 рет топ жарды. 2014-2015 жылғы UEFA чемпиондар лигасының жеңімпазы. 2015 жылы UEFA суперкубогының иеленушісі. Одан бөлек сол жылы клубтық әлем чемпионатында командасымен бірге үздік атанған тағы бар. Ал Бразилия құрамасы сапында 2016 жылы Рио Олимпиадасының жеңімпазы, 2011 жылы жастар арасында Оңтүстік Америка чемпионатының чемпионы, 2013 жылғы конфедерация кубогының иегері. Оның индивидуалдық жетістіктерін айту үшін жеке бір бағдарлама дайындау қажет болады. Оның тізімі өте үлкен. Осымен бүгінгі санымызда өзім әрешін жетті, құрметті көрермендер. Әлемдегі ең қымбат ойыншылардың біріне баланған Неймар жайында сіздерге тұшымды мәліметтер жеткізе алдық деген үміттеміз. Келесі бөлімде қай ойыншы туралы білгіңіз келеді? YouTube арқылы пікір жазатын орынға ойыңызды қалдырыңыз. Ал егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылыңыздар. Достарыңызбен бөлісіп, келесі бөлімдерді өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен, Есбол Қарағұл. Келесі кездескенше.